Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Еңбек инфо және де мен Бейсенов Мұхтар. Жұмысқа орналасу бұл тез шешілетін мәселе емес. Кейбір жағдайларда ол бірнеше айға созылып кетуі мүмкін. Ал бұл қаржы жағынан көп жағдайда қиындық тудырып жатады. Осы кезде не істеуге болады? Оның бір шешімі ол тұрақты жұмыс орнын тапқанша уақытша жұмыс орнын табу. Ал оны қайдан табуға болады дейсіз ғой? Қазіргі таңда халықты жұмыспен қамту орталығының азаматтарға арналған қызметтерінің бірі ол қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады. Қоғамдық жұмыс дегеніміз бұл жұмыскердің алдын ала кәсіптік даярлаудан өтуін талап етпейтін, олардың уақытша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік пайдалы бағыттағы еңбек қызметінің бір түрі. Біріншіден, жұмыссыздар. Екіншіден, оқудан бос уақытта студенттер және жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмыстарда. Үшіншіден, тоқтап тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдар қатысады. Біріншіден, жұмыс орындарының саны шектелмеген. Жұмыс уақытша сипатта болады және оларды ұйымдастыру үшін тұрақты жұмыс орындары мен бос орындар қолданылмайды. Екіншіден, жұмыстарды толық емес жұмыс күні шарттарында немесе икемді график бойынша ұйымдастыру мүмкіндігі. Үшіншіден, өңір үшін экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тұрғыдан пайдалы. Төртіншіден, арнайы білімі жоқ адамдарға уақытша жұмысқа орналасуға мүмкіндік беріледі. Бесіншіден, қоғамдық жұмыстар халықты жұмыспен қамту орталықтарындағы жұмыс орындарының тізімі бойынша жүзеге асырылады. Алтыншыдан, жұмыс берушілер адамдардың қоғамдық жұмыстарға қатысу кезеңін еңбек кітапшасына енгізеді. Қоғамдық жұмыстар кезінде жалақы мемлекет тарапынан төленеді. Оның мөлшері қазіргі таңда міндетті төлемдерді шегеріп тастағанда 71 мың теңгені құрайды. Тұрғылықты жеріңіз бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына барып, келесі құжаттарды тапсыруыңыз керек. Біріншіден, тиісті өтінім. Екіншіден, жеке куәліктің көшірмесі. Үшіншіден, тоқтап тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдар халықты жұмыспен қамту орталығына әлеуметтік еңбек демалысын беру немесе мәжбүрлі тоқтап тұру туралы жұмыс берушінің актісін ұсынады. Төртіншіден, студенттер және жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары демалыс кезеңін көрсете отырып жазғы демалысты болуын туралы оқу орнының анықтамасын ұсынады.